Қайырлы күн, құрметті желі қолданушылар. Барлықтарымыз кеше президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаның баяндамасын тыңдадық. Біраз ой түйдік. Иә, ол кісі дұрыс айтады. Мынау әлеуметтік желі жөнінде. Қазір осы әлеуметтік желіде өзім блогермін деп сайлап алып, жаңағы дұрысты да, дұрыс еместі де айқайлап, екеден беліне тұрып шауып жүрген кейбір блогер сымақтарға тыйым салу керек деп ойлаймын. Кішкене сол тақырыпқа жақындадық. Иә, журналист зерттеу жасайды, журналист опрос жасайды, журналист ол екі тарап тыңдайды. Сондықтан да президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаның баяндамасын құптай отыра, өзім соны қолдай отыра, осы біздің қоғамда мынау телефонын алып, өзінің мұрнын тықпайтын жері жоқ блогер сымақтарды шеттету керек, аластату керек, қысқасын айтқан кезде. Одан бөлек Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза, сіз сол мәселені көтердіңіз да, мынау түрлі фейктермен өздерінің аттарын жазуға қорқып, түрлі фейктермен шындыққа жанаспайтын мәселелерді құқық қорғау саласына неге тапсырмадыңыз? Мен сіздің орныңызда болғанда осыны тапсырар едім. Сондықтан да фейктермен мынау адал елге қызмет етіп жүрген азаматтардың ар намысын қашанға аяқ асты етеді. Сондықтан да құзырлы мекемелер Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың баяндамасын ары қарай біз өзіміз ой түйіміз керек. Ары қарай оны біз өзіміз сол бойынша жұмыс жасауымыз керек. Сондықтан да құрметті құзырлы мекемелер, фейк мәселесін назарға алыңыздар. Фейкті табыңыздар. Күні кеше Салтанат Қарагөзова болып, фейк болып, менің ар намысымды таптаған кезде Салтанат ханымға мен звондадым. Салтанат ханым, қалай болды? Сіздің атыңызды жамылып отыр ғой деген кезде, о кісі, уайымдамаңыз, мен ол бойынша қазір жұмыс жасап жатырмын, фейкті мен жақын анықтаймын деді де, мінекей мен 2 айдан бері үнсіз. Сонда ол кісінің атын пайдаланып, менің ар намысыма тиіп, менің отбасымның жаңағы берекесін ұшырған азаматқа неге полиция департаментінің қызметкері Салтанат Қарагөзова неге үнсіз қалды? Мен жобалап өзім таптым кім екенін. Ол біздің ауданның жаңағы телефонын алып жүрген блогер. Ал бірақ енді сол блогерға Салтанат Қарагөзованың атын жамылып маған, яғни журналистке, коррупциямен күресіп жүрген журналистке жала жапқаны бойынша қалай үнсіз қаламыз? Сонда оның жасағаны ешқандай ол бойынша жазаланбағаннан кейін, ол бойынша ешқандай жауапкершілікке тартылмағаннан кейін ол ары қарай үдетпей ма? Әрине ол үдетіп жатыр, үдетеді де. Өйткені жазасын өзі алмаған азамат ары қарай ойлайды, менің іс әрекетім дұрыс екен, мен дұрыс бағыттамын, дұрыс жолдамын, ары қарай жалғастыра берем дейді. Мінекей кешегі президентіміздің жаңағы баяндамасында мен өз пікірімді айтуға құқылымын және айтамын да, айтып та жатырмын. Одан кейінгі мәселе, әрине әлеуметтік желі қазір бұл 21 ғасырда ең тез жететін билікке, ең жетімді болатын дәлелдермен көрсететін бірден бір ақпарат құралы. Ал енді біз өзіміздің үнімізді жеткізбей жатсақ, жеткізе алмай жатсақ, біз сонда телеарнаға барсақ, телеарналар біздің уәждерімізді жеткізе ма? Күмәнім бар. Өйткені телеарналар мемлекет тарапынан қаржыланғаннан кейін, олар мемлекет тарапынан айтылған сынды жеткізбеуге тырысады. Өйткені олардың да бастықтары бар. Оларға да қарап отырған азаматтар бар. Сондықтан да сын түзелмей, мін түзелмейді дейді, қазақта сондай сөз бар. Бірақ сын дұрыс айтылу керек. Сын жан жақты айтылу керек, екі жақты да тыңдап, жүйелі айтылу керек. Одан кейін осы сынды айтатын мамандар айту керек. Бізде қазақта сөз бар ғой, шымшық сойса да қасапшы сойсын деп. Мамандар айту керек оны. Мына қолына телефонды алып, күні кеше үстіне қылмыстық іс қозғалып, жетім балдардың ақшасын жеп, оны әлі күнге дейін толыққанды қайтармай үстіне қылмыстық іс ілінген азаматтар телефонды алып, түрлі мекемелерге барып боп салауын қою керек. Сондықтан да мінекей, барлығымыздың көзіміз ашық болу керек. Мына жаңа менің бетіме күн түсіп жатыр ғой. Бәріміздің көзіміз ашық болу керек. Осы кешегі біздің президентіміз айтқан мәселені назарға алуымыз керек. Одан біз ой түйіміз керек, одан біз қорытынды шығаруымыз керек. Және де Төле би аудандық әкімдігінің баспасөз хатшысы бар. Тұрар Шыңғысбаев деген мырза. Тұрар мырза, мен сізге айттым ғой, бүгінге 13-іне сыма брифингті ұйымдастырып берсеңізші. Өйткені
Онсыз да қазір халық кедейленіп бара жатыр. Ал енді осы пособие алатын азаматтардың қаржысының 17 миллионын қайтадан қайтарып жіберу бойынша менің сұрақтарым өте көп. Қалай қайтарып жібердіңіздер? Кезінде жыл бойы мен сын айттым ғой. Сіздер үйіне барып алып, тырнағын өсіріп алғансыңдар, кірпігіңді бояп алғансыңдар, сіздің жағдайыңыз жақсы деген құрғақ ауыз сөздер ауданға айтылып, соның салдарынан бірнеше отбасы айысып аламай қалды ғой. Неге оны зерттемедіңіздер? Неге мен сөзіме құлақ аспадыңыздар? Мінекей осы сұрақтарым бойынша маған жаңағы Тұрар мырза бүгін брифинг ұйымдастырып беру керек еді. Бірақ өзінің білгенімен жүріп үйреніп қалған жаңағы баспасөз хатшысы Тұрар мырза менің сөзімді ешқандай бір уәж ретінде алып, осы мәселені маған қарастырып берген жоқ. Екінші мәселе, депутаттар өткенде кезектен сессияда депутат Мадина Сейфуллақызы, Ашрапов Жаналі, жаңағы Мансур Жанәліұлына сіз жалған құжат бердіңіз, сіз бізді қазір шатастырып жатсыз деген айқайын, сондай бір ауыр сөзін біз бәріміз естідік. Мен оны жазып алғам. Ол бойынша ол кісі неге жауап бермей отыр? Егер де Мансур мырзаға жала жабылған болса, неге Мансур маған жала жабылды деп өзін ақтап отқан жоқ? Көрдіңіздер ме, мәселе қайда? Сол мәселелердің қазір аясында мен енді әкімдікке бара жатырмын. Осы мен журналист ретінде айтылған уәждеріме мен әлі жауап алған жоқпын. Жауап алуым керек. Халықтың алдына олар шығып айту керек. Не үшін 17 миллион үнемделді? Мына халықтың жағдайын қазір түзеуге қажет еді ғой ол қаражат. Егер үнемделген болса, оны мен көзімді жеткізіп беру керек еді. Одан кейін мынау жалған құжат ұсынған азамат заң бойынша жауапқа тартылу керек еді. Егер оның құжаты жалған болмаса, оған жала жапқан азамат заңға тартылу керек еді. Неге біз заңды аттап өтеміз? Мінекей осындай түйткілді мәселелермен қазір аудандық әкімдікке келе жатырмын.